Сәлем достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгін біз 2006 жылғы шыққан Мария Антуанетта деген фильм жайы айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Біз бастаймыз. Бұл оқиға 1770 жылы Австрия ханшайымы Мария жайлы болады. Мария ол өзінің алыс туыс ағасы Людовик 16-ға шығу керек болады. Себебі екі елді татуластырып, бейбіт келісімге келудің бір жолы осы еді. 14 жасар қызды Рейн аралына жіберіп, ол Австрия мен Франция арасындағы шекара еді. Ол жерде Версаль сарайының ханшасы Диноямен танысып, графиня Диноя Марияға австриялық барлық нәрсеңді тастап кету керексің дейді. Мария достарын, киімін, етін тастап, олармен қоштасады. Содан кейін патша үйімен танысып, болашақ күйеуімен әңгімелеседі. Болашақ жары бала сияқты, ақылсыз еді. Ол Марияның австриялық тұқымын мазақ қылады. Бірнеше уақыт өткен соң Версаль сарайына келген Людовик жанұясы үйлену тойын өткізеді. Патша жастарға бақыт тілеп, балалы болуларына тілегін білдіреді. Сосын жастарды жеке қалдырады. Алғашқы түндерін өткізген жастар олардың арасында еш нәрсе болмағанын патшаға айтады. Бұл әңгіме Версаль ханшаларының бірі Динояға сөз келеді. Диноя Марияның көңілді жүретінін байқап, ерсі әдеттерін бақылап жүреді. Тіпті оны бала дүниеге әкеле алмайтын шығар деп те ойлайды. Мария Версаль сарайының әдептерін сақтамай, тіпті концертте айқайлап, қол соғып отырады. Әрине бұл ханшайымдарға ерсі қылық еді. Мария бір күні анасынан хат алып, онда Мария күйеуімен қосылып, ұл туу керек деп жазады. Ханшайымның өмірі рахат болып, күн сайын тәттілер, әдемі киімдер, сауық ойындармен өтіп жатады. Бір күні Мария сарайдағы дос қыздарымен бірге Париждегі жасырын кешке барады. Онда швед графы Эксель фон Фарцельмен кездеседі. Екеуінің араларында ұшқын пайда болады. 1774 жылы патша ауырып қайтыс болады. Оның орнына Людовик 16 патша болып отырады. Оның әйелі Мария да патшайым болады. Сол кезден бастап Франция халқы кедейленіп, көптеген наразылықтар болады. Бұл әсер патша мен патшайымды еш алаңдатпай қалағанша өмір сүреді. Жас патшаның тәжірибесі болмағандықтан, сырттағы соғыс салдарынан мемлекет көптен қарызға кіре береді. Бір күні Марияның ағасы Иосиф II қарындасынан хабар алып, анасының бұйымтайын айтып, ол күйеуімен қосылып, балалы болуын сұрап жатқанын айтады. Содан кейін патшайым мен патша қосылып, патшайым Мария жүкті болады. 1778 жылы қызды болады. Оған Тереза есімін береді. Патша әйелі Версаль жанынан кең үйді беріп, онда ол достарымен, қызымен көп уақыт өткізеді. Бір күні кештен кейін Мария граф Херсенмен қатынасқа түседі. Соған қарамастан Мария күйеуімен жақсы қарым-қатынаста бола береді. Бірнеше жыл бойы Франция жаңа мемлекет Америкаға қаржы жағынан көмектесіп, америкалық революцияны қолдайды. Себебі Америкадағы революция Англия еліне қарсы болып жатырған еді. Бұл әсер Франция елін одан сайын кедейлікке алып келіп, жергілікті халық неше түрлі көтерілістер жасап, газеттерде патша және оның жанұясын мазақ қылып, карикатура жасап жатады. Марияны халық мадам дефицит деп атап кетеді. 1789 жылы Франция елінде үлкен революция толқулар болады. Көптеген бай шонжарлар елден қашып, бірақ патша жанұясы Францияда қалуға шешім қабылдайды. Халық көтеріліс жасап, Версальды басып алады. Патша мен патшайымды Версальдан Тюрелия жеріне алып кетеді. Оларды сонда қамайды. Соңғы кадрде Марияның жататын бөлмесінің революционер қолынан қалай талқандағанын көрсетеді. Тарих бойынша 1793 жылы көтерілісшілер үкімімен Людовик 16 өлім жазасына кесілген. Ал оның әйелі Мария сол күйеуі өлген соң бірнеше айдан соң басынан айырылған. Осы көтеріліс себепті Франция тәуелсіздігін алып, республика болып жарияланады. Бұл өмірден алынған фильм, әрине арасында көркемдеп қосылған жерлері бар. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып, бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.